ойпырмай, осы желіде қазақ қыздарының тәртібі үшін қазақ еркектері кінәлі деп өнештеп жүргендерге айтарым, о заманда бұл заман. Қазақ әйелдеріне ондай теорияны кім шығарып беріп жүр? Меніңше, біздің әйелдер қазақ халқының алдындағы өздерінің тікелей міндетін ұмытып, әбден шатаса бастаған сияқты. Егер ата дәстүрді білсеңіздер, қарапайым қазақ қызы үшін қашанда үлкен жауапкершілік алдымен оның шешесі мен жеңгелерінің мойнына жүктелген. Әке ағалардың орны қазақ қыздарының өмірінде тек жанама қосалқы жерде ғана болған. Әрі кетсе, құда боп тойға бару, ұзату, төс бауыр жесу болса, бергісі тым пассивтік орын. Тіпті қызының оғаш қылығын байқаған әке, «Ей, айт анау қызына» деп бәйбішесіне зір кете қалатыны болған. Болды. Оған мамық бәйбішелер мамырлай басып, қыздарына барып жанын шығаратын болған. «Ей, жүзі қара неме, не бүлдіріп жүрсің? Кіммен өлең айттың? Атастырылған жеріне не айтамыз?» дегендей. Міне, бұл механизм Сахарада ғасырлар бойы осылай жұмыс істеген. Ал қызы одан оғаш қылық жасаса, әке шешесін қинап, ағалары жеңгелерін сабап тастайтын болған. Себебі қызға жауапты қатыны. Ол кезде де қылжақтап қызға баратын еркектер болған. Қызға кім бармайды, қымызды кім ішпейді деген сөз сол заманнан қалған. Ондайды қыз ояту деген, ал күйеу келетінді ұрын бару дейді. Сонда бұл жерде бұлар қыздарын шүршіттен қызғанып отырған жоқ, өз қазақ еркектерінен қорғаштап отыр. Жалпы, қашанда қазақ қызының арының ең бірінші жауы қазақ еркегі болған, ал қорғаны қазақ әйелі болған. Сырттан сондай арам ниет қонақтар келсе, қыз өсіріп отырған үйдің бәйбішесінің тікелей басқаруымен жеңгелер үлкен сақтық шаралар жасап, қыз жататын үйді қатты күзеткен. Тіпті қызды қойындарына басып жатып дегендей. Яғни, дәстүр бойынша қазақ қызы тікелей әйелдер әлемінің ықпалында болған. Ал еркектер түзде жүрген немесе қазақ еркегі ол тәрбиесіне көп жауапты десе болады. Ал қыз тәрбиесінде оның ықпалы азғантай ғана. Сосын қазақ қызының ең жақыны жеңгесі. Қыз абыройымен ұзатылып кеткенше онымен тоның ішкі бауындай жақсы болғаны да белгілі. Көз жақсым, аппағым, еркежан, жәудір, арайлым, шырайлым деген ат қойып туған бауырындай болған. Өкінішке орай, бүгінде бұл механизм жұмыс істемейді. Біздің бүгінгі әйелдеріміздің ұлт тәрбиесіндегі өз тікелей міндетін білмей шатып, айтып жүргендері анау. Сосын қазақ қызының тәрбиесі қайдан онсын?